Сәлем достар, бүгінгі видеода біз осындай өте дәмді және жұмсақ болып шығатын торт жасайтын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға 200 грамм қантты салып, онымен жақсылап араластырамыз. Және осыған 150 грамм құмшекерді, яғни сахарды, және оның үстіне 100 мл сүт, 100 мл сұйық майды салып араластырамыз. 300 грамм ұнымызды дайындап аламыз. Оның жартысын осы массаға қосамыз, ал жартысына 4 чайный ложка какао және де 10-15 грамм разрыхитель салып, осы ыдыстың ішінде араластырып, електен өткізу арқылы осы массаға қосамыз. Осыны електен өткізіп массамызға саламыз. Массамызда өте жақсылап араластырамыз. Біркелкі болуы керек. Және осыны 160 градуста 30-40 минут аралығында пісіреміз. Яғни өздеріңіздің пештеріңіздің мөлшеріне қарайтын боласыздар. Осыны 2 немесе 3 бөлікке бөлесіздер және ортасына қалаған кремдеріңізді салсаңыздар болады. Немесе пирог ретінде берсеңіздер де болады. Менде бұл заварной крем. Заварной кремнің рецебін келесі видеолардан көре жатарсыздар. Осылай жағасыздар. Осылай сәндейсіздер. Міне осымен дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.